Мәжіліске үміткер болған Мұхтар Тайжан Facebook парақшасындағы жазбасында Алматы қаласының мәслихат депутаттарына өткен үміткерлердің жеке компаниялары барын және мемлекеттік сатып алудан қомақты қаржы алғандығын жазды. Бұл дерек рас па? Бірге зерттейік. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. Тақырыпты зерттемес бұрын каналға жазыл және лайк бас. Осылай біздің видеоларымызды басқа да көрермендерге таныстыруға ат салысасың. Шынайы және тексерілген деректі бізден оқы. Мұхтар Тайжанның Фейсбуктегі келтірген дерегі мынау. Бірінші орында Аманаттық Әміржан Набиев. Оның 2023 жылға құрылыс басқармасымен бір көзден 17 миллиард теңгеге келісім шарты бар. Редакциямыз бұл дерекке шындық деген үкім қойды. Компра дерегінше Әміржан Набиев Артикс строй құрылыс компаниясының басшысы. Мемлекеттік сатып алу порталының дерегіне сәйкес 2023 жылы Алматы құрылыс басқармасының тапсырмасы бойынша компания 17 миллиард теңгеден астам сомаға келісімшарт жасасқан. Қаржы Алматы қаласы әкімі аппаратының ғимаратын қайта жаңартуға жұмсалады. Компра газет дерегінше Набиев басшы ретінде тіркелген компания 2015 жылдан бері 774 миллион теңге салық төлеген. Әміржан Набиев тағы Әлем Энерго Капитал компаниясының бірінші басшысы және жалғыз құрылтайшысы. Оның мемлекеттік сатып алуға қатысқаны туралы ақпарат жоқ. Енді келесі мәлімдемемен таныссақ. Екінші орында Аманаттық Алтынай Көбеева. Ол биыл әкімдіктен 59 миллион және 52 миллион теңге болатын мемлекеттік тапсырыс алған. Алтынай Көбеева ақпараттық ресурстық орталығы қоғамдық қорының басшысы қызметін атқарады. Қор 2023 жылы Алматы қаласының жастар саясаты басқармасынан наркостоп жобасын жүзеге асыруға 59 миллион теңгелік келісімшартқа отырған. Тапсырыс әлі орындалып жатыр. Көбеева басқаратын қор 2023 жылы Алматы қаласының қоғамдық даму басқармасының тапсырысымен Civil Center Алматы орталығының да жұмыс істеуін қамтамасыз етуді өз мойнына алған. Алайда қазір келісімшарт статусы өзгертілген деп тұр. Әзірше қосымша келісімшарт жасалып, жұмыс басталғаны туралы ақпарат жоқ. Ақпараттық ресурстық орталығы 2015 жылдан бері 11 миллион теңге салық төлеген. Компра газет дерегінше Алтынай Көбеева қордан бөлек жылжымайтын мүлікті жалға берумен айналысатын Алуал жауапкершілігі шектеулі серіктестігін басқарады. Бұл ұйым 2015 жылдан бері 811 мың теңге салық төлеген. Егер мақаламен толығырақ танысқыңыз келсе, сипаттамада көрсетілген сілтемеге өтіп, оқи аласыз. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда.